Қайырлы күн достар, сіздермен бірге бүгін Pixot компаниясы және мен Асылжан, Pixot компаниясының дизайнері. Сіздермен бүгін iStudy орталығынан жасалған лендинг пейдж туралы әңгіме өрбітетін боламыз. Көп ұзатпай бастайық ендеше кеттік. Жалпы бұл жерде сайт ашқан кезде бірден түсінікті. Бұл iStudy компаниясы ұбт-ға дайындайтын орталық екендігі ретінде. Өйткені бұл ең үлкен шрифтпен бірінші планда оқылады. То есть ең бірінші очередте осы текст оқылады. Сондықтан бізге бірден түсінікті. Бұл iStudy ұбт-ға дайындау орталығы ретінде, ұбт-ға дайындау орталығы екендігі. Келесі бізде іс-әрекет жасауға итермелейтін мәтін бар. 120 балыңа 10 этаппен жет деген. Яғни бізде тегін сабаққа қатысу батырмасы бар. Яғни мұна текст бізге конверсияны көтеруге көмектеседі. Сонымен қатар бұл жерде компанияның мұғалімдер туралы ақпарат бар, то есть суреті бар мұғалімдердің, және ол онлайн платформа деген текстпен жазылған. Яғни бұл онлайн платформа екендігін түсіндіру керек. Жалпы түстер бойынша бізде көк түс пайдаланылған және сары түс. Көк түс как бэкплан ретінде, яғни ал сары түс бұл акцент түстер ретінде, яғни мысалы кнопкаларда либо какой-то бір выделять ету керек ақпараттарды біз осы сары түспен белгілейміз. Сондықтан бұл тоже өтімділікке өте жақсы әсер етеді. Мұнда бізде ұбт 2022 деген мәтін сары түспен белгіленген, яғни мынау бізде көзді алып мынаны міндетті түрде оқиды адамдар. Бұл бірінші блок. Бірінші блокта сонымен қатар бізде компанияның логотипі бар, және де негізгі ақпараттарды беретін блокқа алып баратын сілтемелер бар. Так, бірінші блок түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі блок бізде мынаны айтады. Екі блоктың арасындағы біз межблок дейміз. Бұл жерде iStudy орталық жайлы қысқаша ақпарат беріліп кеткен, яғни орталығы 10 этаппен 120 плюс балға жеткізетін жолдарды түсіндіріп кеткен деп айтсақ болады. Келесі блок бізде уже тарифтері, яғни ұбт-ға дайындайтын орталық, бұлар оқушыларды оқытады ғой. Олардың 3 түрлі тарифтер бар. Стандарт пакеті, про тарифтері және VIP тарифі. Сәйкесінше әр тарифтің өзіндік құндылықтары бар. Құндылықтарына сәйкес бағаларды әртүрлі. Бұны біз келесіде жолмен көрсеткенбіз. Яғни тарифке кіретін құндылықтары бірінші очередте осылар көрсетілген. Және де біз выделить етіп әр тарифтің бағасын және жаңа бағасын скидкасымен бірге процентный соотношениеда көрсеткенбіз. Яғни бірінші тарифке осынша скидка берілген, және ескі бағасымен жаңа бағасы көрсетілген. Тура сол секілді қалған екі тарифте де көрсетілген. Тарифке жазылу батырмасы бар бізде. Курсқа жазылу бассақ поп-ап шығады, яғни всплывающее окно. Бұл жерде адам өзінің аты-жөнін енгізеді және телефон нөмірін енгізеді. Төлем жасау батырмасын басқан кезде, немесе мына жердегі батырманы басқан кезде бұл заявка менеджерге барады. Менеджер уже ары қарай заявка тастаған адаммен, мысалы оқушы болуы мүмкін, ата-ана болуы мүмкін, сол адаммен байланысқа түсіп, ары қарай сату процесі жалғаса береді. Бұл тарифтер блогы. Келесі блок бізде ұбт-ға дайындайтын тренерлердің тізімі көрсетіліп кеткен, яғни әр тренердің, әр мұғалімнің суреті, және ол қандай пәннен сабақ береді. Сонымен қатар әр мұғалімнің өзінің жаңағы фишкалар деп айтамыз ғой, өзінің жақсы тұстарын, жетістіктерін көрсетіп кеткенбіз. Мысалы бізде физика, математика, география деген секілді басқа да пәндер бар, және сол әр пәннің өзінің мұғалімдерінің мықтылықтарын көрсетуге тырысқанбыз бұл жерде. Бұл яғни ұбт тренерлер блогы. Келесі блог бізде курс форматы, яғни бұл жерде көрсетілген курс определенный этаптардан тұрады, және сол этаптардың сипаттамаларын көрсеткенбіз. Яғни біздің жағдайда мына жерде 10 этап тұр. 10 этапта 10 түрлі сипаттамасы бар.
Келесі блок бұл не себепті 10 этап болып тұр, неге ол олай деген секілді ақпараттарға жауап беретін, сұрақтарға жауап беретін мәтін жазылған. Келесі блок біздің нақты 5 ерекшелік, яғни басқа ұбт-ға дайындау орталықтарына қарағанда неге iStudy'ді таңдау керек дегенге жауап беретін бізде 5 түрлі жауап бар деп айтсақ болады. Соны осылай жеке блок ретінде көрсеткенбіз. Келесі бізде ұбт-ға дайындық тарифтерін қайтадан екінші мәрте көрсеткенбіз. Бұл маркетологтардың шешімі бойынша конверсияны жоғарылату керек. Сондықтан бізде бұл блок 2 мәрте қайталанған. Келесі стандартты пікірлер, яғни бұл оқу орталығында бұрынғы оқып кеткен оқушылардың немесе ата-аналардың жылы пікірлері, лебіздері көрсетілген. Бұл да бізде конверсияны жоғарылатуға өте жақсы әсер ететін элементтердің бірі деп айтсақ болады. Және де ең соңғы блок бұл бізде call to action блок деп айтсақ болады. Яғни бұл жерде тіркеліңіз деген секілді ақпараттары бар. Яғни қазір тіркелсеңіз нұсқа талдау курсын тегін аласыз деп қойған. Нұсқа талдау курсын біз мынандай оформлениелер жасадық, как упаковка ретінде. Мысалы, осы упаковканың ішінде сізге қажетті курс бар деп айтсақ болады. Және де батырма тегін алу. Бұл батырманы басу арқылы, то есть бұл батырма конверсияны тоже көтеретін батырмалардың бірі болып табылады. Өйткені барлығымыз бір нәрсені тегін алуға қалап тұрамыз, тегін алуды қалап тұрамыз. Сондықтан осындай батырма жасалған. Қысқаша шолуымыз осымен бітті. Егерде сізде осындай жоғары конверсиялы, то есть жоғары конверсия беретін сайтты қаласаңыз, бізде хабарласаңыз болады. Ол үшін видеоның астында төменде көрсетілген телеграмға өтіңіз, немесе инстаграмға өтіңіз, немесе тікелей хабарлассаңыз болады. Біздің менеджерлер сізге уақытылы жауап береді. Инстаграмға дайректке, телеграмға напрямую жауап береді. Сондықтан біз сіздерді күтеміз, әрқашан ашықпыз. Қуана-қуана күтеміз. Сау болыңыздар. Келесі обзорда кездескенше.